Саламатсыз ба? Менің аты жөнім Спанкулов Маулен. Мен Спанкулов заңгерлік компаниясының негізін қалаушысымын. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы Каспий Голд туралы толық ақпарат, яғни Каспий Голд арқылы заңсыз және заңды іс-әрекеттерді қарастыратын боламыз. Бұл тақырыпты толық ашпастан бұрын достар, менің YouTube каналыма, Instagram парақшама тіркеліңіздер. Алдағы көптеген жаңалықтарды жіберіп алмаңыздар. Ал енді осы тақырыпты ашып бастайық. Қазіргі көптеген адамдар бір-біріне Каспий Голд арқылы ақша жіберіп жатады. Осындай жағдайда қорқатында ешқандай жағдай жоқ. Сізді налоговый жағынан ешкім келіп тексермейді. Ал егерде сіздерде ИП-іңіз жоқ болса, компанияңыз туыңыз жоқ болса, бір сөзбен айтқанда заңсыз жұмыс жасап, күнде переводтар арқылы ақша жасап жүрсеңіз, оны өздеріңіз түсіну керексіздер. Ондай адамдардың жағдайы қиындайды. Неге десеңіз, өйткені ондай адам ешқандай налог мемлекетке, яғни кіріс төлемеген үшін, ол адамды налоговыйға шақырып, міне переводтар, міне осындай ақшалар сізге түсіп отырды деп сізді тексеруі мүмкін. Мемлекет өз жағынан осындай әрекеттер жасаса, бұл заңды. Мемлекетке ренжудің қажеті жоқ. Бұндай адамдар кірістерін тықпаса да, білмей солай жұмыс жасап жүруі мүмкін. Бірақ мемлекет осындай адамдардың табыстарын тығып, кіріс налог төлемейді деп санауы мүмкін. Сондықтан да егер сіз осындай табыс табатын болсаңыздар, сіздер ИП немесе ТО ашып заңды түрде жұмыс жасағандарыңыз дұрыс. Егер де сіз ИП немесе ТО мен жұмыс жасап отырсаңыздар, сіздерге клиенттеріңіз келеді де қиналғысы келмей перевод жасай салайық деп айтуы мүмкін. Егер осындай жағдайда сіздер әр түскен ақшаға фискалды чек ұрып отырсаңыз, сіздерді налоговая тиіспейді. Өйткені сіздерді шақырғаннан өзіңізге де фискалды чектарды және переводтарды көрсетсеңіз, ешқандай доходты тығып отырмағаныңыз дәлелдесеңіз, сіздерге ешқандай сұрақтар туындамайтын болады. Қандай жағдайда жеке кәсіпкер қиын жағдайға тап болуы мүмкін? Қазіргі кезде кәсіпкерлер жұмыскерлеріне зарплатаны төлеген кезде Каспийға жібере салуы мүмкін. Бұл жағдай өте тиімді әрі тез. Толық зарплатаны көрсетпейтін кәсіпкерлерде мынандай жағдай туындауы мүмкін. Сіз егерде Каспий Голдқа зарплатаны 150 мың теңге жіберсеңіз, бірақ пенсионкаға 5 мың теңге төлесеңіз, бұл жерде проблема туындауы мүмкін. Өйткені сіздер зарплатаны толық көрсетпей отырсыздар. Бұл жерде жұмыскерге тиіспейді. Бұл қателік кәсіпкердің қателігі. Налоговая осы жағдайда кәсіпкерді шақырып алып, сіз зарплатаны тығып жүрсіздер деп штраф немесе ескерту жасауы мүмкін. Егер сіз өзіңіздің Каспий Голдыңызды жеке кәсіпкерлік мақсатында қолдансаңыз, яғни достарыңыз, туысқандарыңыз арқылы жай ғана перевод жасап жүрсеңіз, сізге уайымдаудың қажеті жоқ. Ал егер сіз Каспий Голд арқылы белгілі бір кәсіпкерлікпен заңсыз айналыссаңыз, онда сізге налоговыйдың сұрақтары пайда болуы әбден мүмкін. Осымен достар, біздің видеомыз аяқталды. Егер де өздеріңізге керекті ақпаратты алсаңыз, YouTube каналыма, Instagram парақшама тіркеліңіздер, алдағы керекті ақпараттарды өткізіп алмаңыздар. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.